Dostlar, bugün bizde Jarasiston payından aşk sabak bo'ladi. Endi birinchi sabak boshlanmas burun to'pga bo'linib olayotganimiz bo'ladi. Mana yerda birinchi to'p, mana yerda ikkinchi to'p o'sarda bo'ladi. Endi birinchi to'pga birinchi to'p. Birinchi to'pga Amina, Nurahmet, Raida, Nazgul, Sarnish. Ikkinchi to'pga Azamat, Inobat, Qo'ldanak, G'adel, Ali, Aziza. Al to'pga bo'linsak, har qalay uy topshirmasin aytalaymiz. O'yinimizni bir ball bilan hisoblaydi. Kim so'roqqa javob beradi, so'ng bir ball hisoblaymiz. Energiyasi deganimizda Sarnish. Elektrik to'g'on mashina avtomobillarga Elektr to'g'on bir sekunda. Ikkinchi so'roq. Elektr energiyasi o'chirganida kilovatt soat bir sekund. Bak, bir rahmet. 1889 yılda sekund. Oturam. Dördüncü. Hazırlıkta elektrik kuralları nişidir var ki. 4 sekund oturam. İkinci sıra. Amina. Tarif bizge ne işin kaçın? elektrik energiyasini ko'rsatish. Elektrik energiyasini konu ölçüşüdür. Altıncı sıra elektrik energiyasini qanday aylantirib bo'ladi? Shahar energiyasi. Shahar energiyasini. Yettinchi sıra atom energiyasini aluvchi qanday qo'llaniladi? Sekizinci sıra gazdan ko'mirning qo'ri necha yilga дейін жетеді? Dürüst. Dokuzuncu sıra enerji көздерінен не алады? Kim cevap veren жоқ қайырды? Bir şey mi cevap verdi? Айтсana Nazım. Enerji көздеріне su enerjisi, жылу энергиясы, жақ энергиясы, яғни барлығы да жатады, дұрыс. Ал енді жаңа сабақты дәптерлерді ашып жаза қойыңыз. Бүгін Наурыздың 10-ы электр энергиясын алудың баламалы көздері деген тақырыпты жазамыз. Жаңа сұраққа жауап бергендеріміз бір-бір ұпайдан өзімізге қоямыз үй тапсырмасы деген жерге. Қойдық па? Әркім қасқа өздерінің аттарын жазып қойып жүрміз. Elektr energiyasini alудың баламалы көздері. Жазып болсақ, бүгінгі жалпы сабақтың оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты 6-5 энергияны алудың балама көздерін ұсыну. Сабақтың негізгі мақсатымыз энергияның баламалы көздерімен танысу, энергияның тиімді баламалы көздерін ұсыну. Осы мақсатқа жету үшін біз ары қарай видеоны көреміз. Mutluyat görüyoruz.
Желдің энергиясы ұзақ уақыттан бері пайдаланылады. Мысалы, бұл астық дәндерін тартатын диірмендердің үстіңгі тасын және кемерлерді ілгері қозғалысқа келтіру үшін пайдаланылған. Қазіргі уақытта желдің энергиясымен жұмыс істейтін көптеген станциялар Данияда, Нидерландта, Германияда және Құрама Штаттарда пайдаланылады. Электр энергиясын су энергиясы, теңіз және мұхит толқындарының энергиясын пайдалану арқылы да алады. Өзендердің энергетикалық әлеуеті бөгеттердің құрылысына жұмсалатын қаржы шығынының жоғары болуына байланысты салыстырмалы түрде сирек пайдаланылады. Бұдан өзге мұндай құрылымдар өздері орналасқан аумақтың биологиялық тепе-теңдігін бұзады. Судың көтерілуі мен қайтуы негізінде жұмыс істейтін электр станциялары су деңгейінің айырмасын пайдаланады. Мұндай түрдегі алғашқы электр станциясы Францияда 1966 жылы салынды. Басқа дәстүрлі емес қуат көзі күннің сәулесі болып табылады. Күн батареяларының қол сағаттарда, калькуляторларда және үйлердің шатырларында орналастыруға болады. Инсоляция жоғары болып табылатын елдерде күн энергиясы тұрмыста, мысалы, суды қыздыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Геотермальдық энергия қуат көзі ретінде пайдаланылады. Геотермальдық электр станциялары Италияда, Жапонияда және Құрама Штаттарда жұмыс істейді. Олар ыстық қайнарлардың энергиясын пайдаланады. Өнеркәсіптің энергетикалық саласы барған сайын өсімдік өнімінен алынатын жаңартылатын қуат көзі биоотынға қызығушылық танытуда. Мысалы, рапстың дәндерінен алынатын биоотын. Биоотын дизельдік қозғалтқыштарда пайдаланылуы мүмкін. Оның жанған кездегі соңғы өнімі судың буы және азот оксидінің бөлінуі болып табылады. Түсіндік қой, иә? Енді жаңа айтты, иә? Суды неден аламыз, энергияны неден аламыз деді? Күннен алуға болады. Қазіргі кезде күннен энергия алу өте көп таралып жатыр деді. Сонымен қатар судың тасуы, иә? Енді күн энергиясы, күн әлемдегі ең үлкен батарея екен, иә? Оның қызуы өте күшті, иә? Сондықтан да үйлердің шатырында тұратын көкшіл панельдер көрдіңдер ме? Көбіне біздер мал ауылға барған кездерде осындай панельдерді көреміз, иә? Және мына ауылымызға орнатып қойған светтер бар ғой, иә? Жолда көшедегі, солардың үсттерінде де биеге бара жатқан кездерде де осындай нелер тұрады, иә? Панельдер. Себебі бұл не істеп тұрады? Күннен энергияны алып, тегі мана не арқылы токқа жарық беріп тұрады, иә? Енді осындай үйлердің шатырында тұратын көкшіл панельдерді көрсек, бұлар күннің сәулесін өзіне ұстап, оны бірден токқа айналдырып жібереді екен, иә? Және оның пайдасы күн шығып тұрса, болды бұл энергияны тегін береді. Яғни бұған ешқандай да ақша жұмсалмайды, иә? Ал енді бұның қиындығы бұл түнде немесе андай жаңбырлы күні, бұлтты күндері бұның энергия беруі не істейді екен? Төмен болады екен, иә? Қыстың уақыттарында бұл энергия беру өте төмен болады, иә? Бұл энергияны аз жинағандықтан кей кездерде, мысалы, мал ауылдарда андай тоғы жоқ жерлерде отырған адамдар көп уақытқа шыдамай не істеп қалады екен, тоғы сөніп қалады екен, иә? Ал мынаның құрамында энергияны көп жинаса, ол көптеген уақытқа дейін созылып ток бере береді екен, иә? Енді міне жел энергиясы. Қазіргі кезде осы желдің энергиясымен осылай алу өте көп қарқынды жүріп жатыр. Әсіресе мына бізде өзіміздің Маңғыстауда Ақшұқыр, Батырға қарай, Саяққа қарай барған кезде осындай жел энергиясын көптен орнатып жатыр екен, иә? Бұл желден алатын энергияның кемшіліктері де бар және артықшылықтары да бар екен, иә? Енді артықшылықтар бұған ешқандай да шикізат керек емес, яғни энергияны алу керек емес, иә? Бұл өзі айналдырып күннен ала береді, иә? Сосын бұл ешқашанда ауаға зиянды газдарды шығармайды, яғни ауаны таза ұстайды екен, иә? Ал енді кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл ауа райына тәуелді. Яғни ауа райы күшті болып тұрса, бұның ток алуы да өте күшті болады, иә? Өте шулы, сондықтан түнде жұмыс істемейді. Бұның дауысы өте шулы, сосын түнде жұмыс істемейді екен, иә? Сосын әуе және радио байланысына кедергі келтіреді. Яғни әуеде ұшып бара жатқан самолеттарға, радиоларға кедергісін келтіріп отырады екен, иә? Сосын бұны орнату үшін үлкен аумақтар қажет. Кішкентай ауылдық жерлерде бұны орната
алмаймыз, сосын құстар мен жануарларға қауіп төндіреді. Себебі осыған білмей қонып қалған құстар нелер біздерге тоғырып бөледі екен. Енді мынау су энергиясы. Жаңағы біз күннен алған энергияны көрсеттім, енді мынау күн су энергиясы. Яғни өзеннің ағыны өте күшті болған кезде адамдар жаңағы өзеннен не істейді екен, арнайы бөгеттер жасайды екен. Сол бөгеттерді салып, суларды қар тесіктен мынандай өткізеді екен. Бөгеттерді арнайы оқылайды. Сосын судың қатты қысымы дөңгелектерді айналдырып, одан су электр энергиясын жинайды екенбіз. Енді бұның да пайдасы бар және өте қиындығы бар. Бұның пайдасы өте қуатты және тұрақты энергияны береді. Мына судың тасқыны қатты болған сайын бұл тоқты көп береді. Ал бұның қиындығы бөгет салу үшін үлкен жерлерді су басу мүмкін. Мысалы біздің Қазақстанның жерінде үлкен өзендерде осындай бөгеттер бар. Мысалы Сырдарияда бар. Сырдария өзенінде, ода Шардара дейтін өзен бар, Ертіс өзенінде бар, осындай нелер бар. Және бұл бөгендер салынған аумақты үнемі қоршауға алып, және оны күзетіп отырады. Себебі бұл өте қауіпті. Егер де мына бөгет жабылатын болса, барлық аймақты сол жерде облысты түгелден істеу мүмкін, су алып кетуі мүмкін. Себебі бұл өте көп су жинақталған, сондықтан да бұны үнемі күзетте бақылауда ұстайды және артық адамды оның ішіне істемеске кіргізбейді екен. Енді міне ресурс түрлері бар. Ресурс түрлері жаңа айттық, күн энергиясы, жел энергиясы және энергия. Енді осылардың артықшылығы, кемшілігі бар екен. Күн энергиясының артықшылығы энергияның өте мол қорын күннен ала аламыз. Ал энергетикалық потенциал жоғары. Желден алатын болсақ, желдің күшті болған сайын біздер энергияны өте жоғары ала аламыз. Геотермалды энергия дейтін бұл сатылмайды, зиянсыз және тиімді екен адамға. Енді кемшілігіне келетін болсақ, күн энергияның тығыздығы аз. Яғни ол көп жинағанмен манағандай тез несеп көреді екен, материалсыз отырып қалады, несіне байланысты. Ал мына жел энергиясы тұрақты емес. Яғни жел күшті күндері бұның энергиясы өте жоғары, ал жел жоқ күндері бұның несі энергияны жинауы төмен болады. Енді мына неге геотермалды энергия келетін болса, бұл концентрациясы өте аз екен. Енді географияға келетін болсақ, мына күн энергиясын Жапония, Үндістан, Италия, Бразилия, Израиль, ақш, Франция дегендерде көптеп соны қолданады екен. Енді жел энергиясы Қытай, Үндістан, Египет, Дания, Ұлыбритания, ақш, Германия, Франция, Италия. Осы жел энергиясы өте көп пайдаланады екен. Енді геотермалды энергия келетін болса, Ресей, Италия, Исландия, Жаңа Зеландия, Жапония, Канада. Яғни дамып кеткен елдердің барлығы электр энергиясын шығынсыз осындай нелерден алады екен. Енді болашақтың сатылмас энергиясына келетін болсақ, бұл энергияның көздері. Яғни болашақта біздер сатылмас энергияны алу үшін энергия көзін, желді, геотермалды, күнді, гидроэнергетиканы және биоэнергетика. Энергия көздері, бұл желді жаңа айттық, геотермалды жаңа айтылды, күннің көзінен аламыз, гидроэнергетика дейтін судан аламыз, ал биоэнергия дегеніміз ауадан жаңағыдай жерден аламыз. Енді энергияны алады, жел ауа массаларының қозғалысынан, яғни желдің соғуынан аламыз. Геотермалды жерден жылу, жер жылу арқылы аламыз. Күн дейтініміз күн сәулелері арқылы аламыз. Гидроэнергетикада теңіз бен мұхиттардың суларының қозғалысынан аламыз. Биоэнергетикада отқа жағудан алынған жылудан аламыз. Яғни біздердің үйімізде қазір барлығымызда газ бар. Газы жағып көп, сол арқылы үйде жылытып отырдық. Ал мынандай газы жоқ ауылда бар ғой, оларда да осындай котелді орнатып қояды да, біздер котелда бір жерден газ жағып тұрады ғой, олар сол жерден істеп от жағады. Сонда ана батареяның ішінде су қайнап үйді жылытып отырады екен қазіргі кезде. Енді жаңа қолдарына мынау бағалау критерийлер ғой, қолдарына тапсырма беріп, осылай істейміз, бағалап отырамыз. Енді сабақ түсінікті болса, ары қарай топтық жұмыс жасаймыз.
Birinchi топ күн энергиясына сипаттама береміз. Екінші топ болашақтың баламалы энергиясына сипаттама беру. Енді осы жерде сендерге тағы бір сұрақ қойып кетейін, иә? Осы Экспо 2017 несі көрмесі болды ғой, иә? Қай жерде болды Қазақстанда? Астана қаласында, иә? Оның тақырыбы қандай болды? болашақтың энергиясы. Болашақтың энергиясы. Яғни сол Экспо 2017 көрмесінде осы жаңағындай болашақта баламалы энергияны қалай алатын әр ел өздерінің сондай дамыған елдерін әкеліп көрсетті көрмеде. Түсіндік қой, иә? Енді орындаймыз. Ешқайсында жоқ қоймай. Бұл жерде дискриптора 4 балл беріледі. Күн энергиясына сипаттама бере алсаңдар 1 балл, баламалы энергия көздерін сипаттама бере алсаңдар 1 балл, энергия көздерін атай алсаңдар 2 баллдан аласыңдар. Сіздерге 2 минут уақыт. 3 минут уақыт берейін тескеруші. Ал орнымызда тұрып орындаймыз. Үйлеуіміз керек бұл жерде. Болашақтың баламалы энергиясын сипаттама беру. Жаңа айттым ғой, күннен аламыз, судан аламыз, жылудан. Яғни электр тоғын көп пайдаланбайтындар. Ақша кетпейтін жағынан да. Соларды жазылсаңдар да ғой. Ортаға болашақтың баламалы энергиясын жазып, істеп, күн энергиясы, су, гидроэнергия деп болады. Күн энергиясына сипаттама беру. Сендер де сөйтсеңдер, күн энергиясы ортаға беру десеңдер, жаңақтан пайдасын, зиянын, тиімді жағы қайсы, тиімсіз жағы қайсы, соның бәрін білсеңдер. Termin waktu ya. Энергиясының артушылығы энергияны тегін береді, күн жарқырап тұрса болды, энергия тегін. Күн энергиясының кемшілігі жаңбыр күндері, бұлтты күндері, түнде энергияны Тағы күн энергиясы дегеніміз не ол сипаты? Күн энергиясы арқылы біз тоға аламыз. Мысалы, свет жағып тұрады ғой, солардың арнайы өздерінің қоллары бар. Сол күн су арқылы олар тоққа айналып, энергияға айналады. Солай бізде түнде свет жағып тұрады. Тағы да? Мысалы, мынау жақтарда күн энергиясы арқылы свет алады. Олар бұлтты күндері немесе күндерде свет өте аз мөлшерде жағып тұрады. Электр тоғын аз мөлшерде
жинап алады, иә. Ал күн жатып бара жатқан кезде бұлардың бөлек жарылады. Тағы рахмет не қосамыз? Көшедегі сіздерді ешқандай пешке қарай өзі жанып тұрып, қасына өткен кезде жарық тұрып өте күшті береді. Оның барлығы күн энергиясы арқылы арнайы көп құрылғылар арқылы істейді екен, өзінің бойына жинайды екен. Отыра алыңыз. Екінші топ келеміз. Болашақтың баламалы энергиясына сипатталады. Дауыстарын шығарамыз, кәдімгі көз сөйлейміз. мысалы қазіргі кезде күн энергиясы бар. Күн энергиясына біз жарық аламыз. Және де су энергиясы. Ол су энергиясы дегеніміз болса қазіргі кезде Сырдарияда өзендер мұхитта бөгет қойып, сөйтіп өзендер суды жинау арқылы электр энергиясын аламыз, иә? Тағы сөйлеп бәрін сөйлеп бір адам. және баламалы энергия деген қолдануға тиімді болады. Тегін болады және Сосын тағы да жел энергиясы бар. Жел энергиясында көптеген мысалы бір жерлерде жел энергиясынан ол айналып жел арқылы айналып құрылғылар арқылы сізді айналады. ол көбінесе қазіргі кезде көп жерлерде жасалып жатыр. Ол күннің ауа райына байланысты мысалы ауа райы қазіргі кезде жақсы болатын болса, ол сол желі жақсы болса, сол кезде жақсы айналады. Желдің күшіне байланысты электр болғанда өте күшті жинайды. Тағы қолданады. Осы болашақтың баламалы энергиясы туралы не көп Қазақстанда? Астанада қандай бөлініпті? Экспо көрмесі өтті. Онда істеді? Болашақтың энергиясы деген тақырыпқа өтті. Ол жерде әр мемлекеттерден келген өздерінің осындай жұмыстарын көрсетіп шықты, иә? Жарық энергиясы. Жарық энергиясы одан көп жыл алады. Мысалы, оны тегін алуға болады. Ажырақ айтып кетейін. Оның зияны қандай қолданады? Азамат, зияны қандай? Жарық энергиясы. Қай кезде ала алмаймыз біз одан? Топтық жұмысқа Сатоптан Азиза, Инамат және 4 балдан қойып, қалғандарымыз 2 балдан қойып. Мына топта Нұрахмет 2 бал, қалғандарымыз 4 балдан қойып. Келесі екінші тапсырма жұрттық тапсырма дейді. Ол жерде жұрттасып тапсырма орындайды. Үшеуің бір жұрт бола ғой. Сендер үшеуің бір жұрт бола. Тапсырып көрің. Ондай Күн энергиясы, жел энергиясы
biz gidroenergiyanın артықшылығы мен кемшілігін табамыз. Al жұптас орындаймыз. Ал екінші топ салыстыру критерийлері қоршаған ортаға әсері құны тұрақтылығы. Яғни дәстүрлі энергияға көмір, газ жатады ғой, ал баламалы энергияға күн мен жел. Қоршаған ортаға әсері қандай? Үшеуін бағамыз ба қазір? Қоршаған ортаға әсері қандай заңы? Мысалы, көмір газдардың несі не болады? Оны ақшаға сатып аламыз, не істейміз? Ауаны көреміз. Тезсіз орындаймыз. Бұл жан-жақтан жазып жүрсе, екінші жағына екеуі болады. 3 минутта өтіп кетеді дейсіз. Артығансы жел энергиясын. Ешқандай да? Ешқандай оның зияны қандай еді? Құстарға жануарларға әсер етеді. Жауысы шулы деп мына бәрін көрсеттім ғой, сол бойынша. Энергияның артықшылығы мен кемшілігін жазалатын болсақ 1 балл, дәстүрлі және баламалы энергияның тиімділігін сипаттай алсақ 1 балл, дәстүрлі және баламалы энергияның қоршаған ортаға әсерін отырамыз. Нені боламады деп сөз. Күн мен жел энергиясы, мысалы, менің уақытта аз болып қалады деп сөз. Бір мен уақыттарымыз бар, иә? Болды ба? Ал уақыт болды. Қарама-қарсы нені жұптармен ауыстырамыз. Сендерді мына топқа береміз, мына топқа береміз. Ауыстырамыз, бәрінен жауабын шығарам, сол бойынша тексереміз. Міне бірінші топтың күн энергиясы сарқылмайтын, аза, жел энергиясы қалдықсыз арзан, гидроэнергия тұрақты қуатты. Соған ұқсаса болды дейсіздер үйлермен. Иә. Ешқандай шығармайды, зиян шығындарды шығармайды. Иә. Энергияны жүк тегін береді, күн жарқырап тұрса болды, энергияны тегін. Шикізат тегін береді,
Сендерде де бесеу, екеуінде де бесеу жүрсіз. Қайсы сіздердісін ашайын. Міне, үш қалды. Үш қалдан қоямыз. Ал сендерді әріп тексереміз. Екінші жол. Ауаныңыз қайда? Nah, tuh Pak, supaya sini dulu. Аңғарай, енді шыншыларыма жеке жұмыс. Бұған әр жауап берген оқушы өзімізге 2 ұпайдан қойып отырамыз, е? Жапония, Жаңа Зеландия, ақш деп отырады.
Şimdi nedir şaka? Destür. Mana aytma. Ya, so'sin ko'mir, ko'mir, ya'ni o't o'tirgazadi, dasturga o'tiradi. Kelasi, kun energiyasini elektr tog'ini aylantiradigan qurilma qanday? Ya, elektr o'tiradi. Balamal energiya o'zlari deganimiz ne? Balamal, manadan o'tayotganda. Mana dasturli deganimiz managa ko'mir, ya. Bunay, balamal energiya o'zlari o'ynab turgan narsa. Qaydama yo'q. Ya, kun energiyasi, jel energiyalari. Bioenergetika deganimiz ne? Ya. Bioenergetika deganimiz o'tin. Ya. Ya, o'tin turlari. Kelasi, alınlar termoyadro reaksiyani yuzaga asib qutbiyasini ishlaysiz degan. Ya, 220 yil zerttigan ekan. Sonramen bugungi nega tushundik va sababda ya, ne o'tdi sonda? Alamali energiya o'zlariga bo'lgan energiya tarif bo'ldi. Energiyasi, suv energiyasi ya, ya'ni o'zingga buning foydasi qandaymi dastur o'zi? Shirinsiz ya, ko'p aqsha ketmaydi to'sin. So'sin uning ba'zilari istemaydi. Havoga ziyanni keltirmaydi ya, ya'ni havoni lastlamaydi. Al ziyanli jag'i, kemchiligi ya, ustalar жануарларға әсер етеді сосын ya, misal күнден алатын энергия бұлтты күндері, түндерде энергияны өте аз алады ya. Ал су энергиясынан алатын ненің оның зияны қандай? Яғни бөгет жарылатын болса, ол басқа жерлерге істелген су алып кету қаупі бар екен ya. Енді бағалай қояйық. Әмина неше қояйық? 12. Айзерін ойна, кімдігі бейді, айзерін бейді. 12 болмайды, оннан асты ғой. Анық қойып сана. Глобусқа қоямыз да? Ал? Жоқ, глобусқа қоймаймыз. Иә? 8. Бұл жерде, сұрайды. 5. Сағыныш. 5. Секі минус 5. Секі. 5. Секі. 10 болма, секі емес. 10 koş. Şimdi 3 ekan. Endi бағаларымызды білсек, ары кері байланысқа сөйлеген, бүгінгі сабаққа түсінсеңдер барлығы түсінікті. Сұрақтарым бар десе, сұрақтарым бар, түсініксіз болса, түсінікті дегенді басамыз. Кеп, жайлап бір-бірлеп басамыз. Бір басым тек болды. Басымды қасында болды. Барлығымызға түсінікті болған екен. Екінші тапсырмасын жазып алайық. Үйге тапсырма менің баламалы энергия көзі тақырыбында эссе жазамыз. Яғни 80 сөзден кем болмау керек. Жазып алып күндеріңізге
Ya, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.